Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мұқатай. Арнаны жаңа көрермені болсаңыз, жаңа ақпараттарды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Бүгінгі тақырыпта үй жағдайында бауыр мен өт жолдарын шлактардан тазартудың қарапайым әдістері жайында сіздерге айтатын боламын. Жалпы бауыр адамның ең маңызды органы болып табылады. Себебі ол ағзаны токсиндерден және шлактардан тазартып отырады. Яғни бауыр қанды тазартуға және удан арылтуға көмектесетін дененің құрсақ бөлігіндегі оң жақ қабырға астында орналасқан ішкі мүше. Бауырдың шлакқа толғанын келесі белгілер бойынша білеміз. Егер сізді іш қату, іштің кебуі, дененің қышуы, ауызға ащы дәмнің келуі, қыжыл, теріде түрлі аллергиялар мазалайтын болса, оң жақ қабырға астында ауырсыну болатын болса, онда сізге бауырыңызды тазалау керек. Үй жағдайында бауырды тазарту үшін ең бірінші кезекте сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 1,5-2 литр суды тұтыну қажет. Адам жеткілікті мөлшерде суды ішкен кезде бауыр ағзадан токсиндерді жеңіл түрде шығарады. Бұл жерде су қайнаған емес, керісінше бөлме температурасында болу керек. Сонымен қатар ағзадағы токсиндерді шығаруда монша мен саунаның да маңызы өте зор. Яғни шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Моншаға түсер алдында сіз міндетті түрде жылы су ішіңіз. Сонда нәтижесі сіз ойлағаннан да керемет болады. Сондай-ақ физикалық белсенділік те маңызды рөл атқарады. Яғни бауырдың жұмысына спортпен айналысу және дене шынықтырумен айналысу оң әсер етеді. Көбірек таза ауада серуендеңіз, билеңіз, жүріңіз, жүгіріңіз. Физикалық белсенділіктен бөлек, жақсы ұйқы да бауырдың саулығы үшін өте маңызды. Сол себепті бір уақытта ұйықтауға тырысыңыз, адамға 7-8 сағат ұйқы қажет. Жалпы бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді. Ерекше белсенділік түнгі сағат 1-ден 3-ке дейін жүреді. Яғни бұл уақытта бауыр улы заттарды ағзадан шығарады. Келесі кезекте фастфуд өнімдерінен және газдалған сусындардан аулақ болу қажет. Себебі олардың құрамындағы трансмайлар, түрлі консерванттар, эмульгатор, стабилизаторлар осы бауырға тікелей әсер етіп, қандағы холестерин деңгейін жоғарылатады. Сонымен қатар бауырдың жұмысын жақсартуда С дәрумендеріне бай жемістер мен көкөністердің маңызы өте зор. Яғни лимон, апельсин, грейпфрут сияқты жемістерден жасалған смузиларды рационға көбірек қоссаңыздар болады. Сондай-ақ калийге өте бай сельдерей, авокадо, қияр, орамжапырақ сияқты көкөністер күнделікті мәзірде болу керек. Сонымен қатар түрлі шөптерден жасалған тұнбалар да өтті айдап бауырды тазалауға қабілетті. Оларға жалбыз жапырағын, итмұрынды және расторопшаны жатқызуға болады. Гепатопротектор ретінде куркуманың да пайдасы өте зор. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.